Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге дұрыс тамақтану ережелері туралы айта өтейін. Ең бастысы пайдаланатын тағамдардың құрамында ет өте аз мөлшерде болу керек, ал көкөніс жеміс-жидектер барынша мол болуы тиіс. Жаңа піскен жеміс-жидектер мен көкөністер адам ағзасын жиналған шлактардан арылтады, қажетті дәрумендермен толықтырып отырады. Етті тағамдарды көп тұтыну адамның тез қартаюына жол ашады. Өйткені ет ішекте ұзақ тұрып ас қорыту мүшелерінің жұмысын бәсеңдетеді. Осының салдарынан адам тез ашуланғыш болып, мінезі де өзгеруі мүмкін. Егер сіз шайға қантты көп мөлшерде салып ішетін болсаңыз, тісіңізге ғана зиян шектіріп қоймай, басқа да аурулармен күресуге тура келеді. Қант ағзадағы зат алмасу процесін нашарлатады. Осы орайда шығыс медицинасы қанттың орнына тәтті жеміс-жидектер мен балды пайдалануды ұсынады. Сонымен қатар ашытқы қосып пісірілген бәліштер, торттар және пирог сияқты тәттілерді де көп жеуге болмайды. Ашытқыдан ішекте өте ұсақ тірі организмдер жиынтығы пайда болады екен. Тамақтанғанда ыстық тағамды суытпай, ал салқын тағамды жылытпай ішуге болмайды. Сол сияқты ыстық тамақтан соң балмұздақ жеуге болмайды. Одан тістің эмалі жарылып қана қоймай, ішек ауруын да қоздырады. Белгілі бір дәруменнің жетіспеуі, көкөніс пен жеміс азаятын қыс кезінде гиповитаминозға апарып соқтырады. Ағзада С дәруменінің жетіспеуінен адамның жұмысқа деген қабілеті мен жұқпалы ауруларға қарсы иммунитеті де төмендейді. Тамақты асықпай жақсылап шайнап жеген дұрыс, ал сұйықтарды ақырын ішкен жөн. Ешқашанда шамадан тыс тойынып, тамақ жеуге болмайды.